Фильмдердегі жұмысы үшін $10 миллион төленетін Голливудтың бір жұлдызы, Оскар және Алтын глобус сыйлығының иегері, британдық 100 ең үлкен секс символы телешоуы бойынша барлық уақыттың секс символы, Esquire және People журналдарының нұсқасы бойынша 2004 және 2006 жылғы американдық Time журналының ең әдемісі. Планетадағы ықпалды адамдар. Балалық және жастық шақ. Анджелина Джоли Лос-Анджелесте богемиялық актер отбасында дүниеге келген. Оның әкесі Джон Войт Голливуд жұлдызы, 70-ші жылдардың секс символы және американдық жұртшылықтың сүйіктісі болды. 1971 жылы ол сүйкімді жас, 12 жас кіші, актриса Маршелин Бертранға үйленді. 2 жылдан кейін ерлі-зайыптылардың Джеймс Хейвен есімді ұлы болды. Ал 1975 жылы Анджелина Джоли Войт есімді сәби дүниеге келді. Балалардың әкесінің есімдері пайғамбарлық болды. Хавен ағылшын тілінде аспан дегенді білдіреді, ал Джоли француз тілінде әдемі дегенді білдіреді. Екі бала да нағыз періштедей сұлу еді. Олар аналарының үлкен мәнерлі көздерін, бетіндегі шұңқырлармен толтырылған еріндерін және әкелерінің ерекше шығармашылық қабілеттерін мұра етті. Қандастардың таңғажайып араласуының арқасында Анджелинаның отбасында француздар, канадалықтар, немістер, славяндар және тіпті американдықтардың тегі бар. Біздің кейіпкеріміз бала кезінен жарлығыш сипатта болды. Тынымсыз темпераменті бар кішкентай Энджи нағыз арманшыл болды. 1 минутта орында отырмайтын. Ағасымен бірге күлкілі көріністерді сахналап, камераға түсіріп, ата-аналарына мақтанышпен көрсетті. Өкінішке орай, отбасылық идиллия ұзаққа созылмады, Джон әйелін үнемі алдап жүрді. Ұзақ уақыт бойы үйден жоғалып кетті, бұл үйде үнемі жанжал тудырды. Ақырында анасы бұдан былай шыдай алмай, балаларын алып, Нью-Йоркке көшіп, 1978 жылы ресми түрде ажырасуға өтініш берді. Содан бері әке отбасында өте сирек пайда болды. Балаларды тәрбиелеуге іс жүзінде қатыспады. Ал Маршелин балалар үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына алды. Ата-анасының ажырасуы әсерлі Анджелинаға қатты әсер етті. Ол өз-өзіне кіріп, жабайы және араласпайтын қызға айналды. Құрбыларынан айырмашылығы ол Барби қуыршақтармен емес, пышақпен ойнаған және болашақта жерлеу үйінің иесі болуды армандаған. Мектепте ол қара қой болды, сабақта сыныптастарынан аулақ болды, дәптерлеріне мистикалық белгілерді салды. Жас өспірім кезінде жағдай нашарлады, Энджи денесін пышақпен кесіп тастады және бір рет маңызды артерияға соғылған кезде қансырап өле жаздады. Бұл оқиға оны тоқтатып, болашақ өмірі туралы ойлануға мәжбүр етті. Қыз өзін түсінгісі келді, ол пышақтарды қойып, ондағы кітаптарды оқи бастады. Қызықтырған сұрақтарға жауап табуға тырысты. 1986 жылы отбасы Лос-Анджелеске оралды. Онда Анджелина әйгілі Ли Страсберг актерлік мектебіне оқуға түсті. Сонымен бірге ол Беверли-Хиллздегі беделді жалпы білім беретін мектепте оқыды және тез ересек және тәуелсіз болуды армандады. Репетиторсыз немесе қосымша сабақтарсыз ол мектепті 1,5 жыл ерте бітіріп, мансабын жалғастыра бастады. Алғашында бойжеткен модель болуға тырысып, қарқынды түрде салмағын жоғалта бастады. Оның салмағы ауыр нүктеге жақындағанда анасы бірдеңе дұрыс емес деп күдіктеніп, қызын дәрігерге апарады. Клиникада олар анорексияның бастапқы кезеңін анықтап, Энджиге осы қорқынышты аурудың салдарын егжей-тегжейлі сипаттады. Өзінің қыңыр мінезіне қарамастан, ол дәрігерлердің кеңесіне құлақ асып, қалыпты тамақтану әдетіне оралды. 14 жасында Джоли өзінің ересектігін басқа жолмен көрсетуге тырысты. Ол үйге өзінің қарапайым күйеуі деп жариялаған жігітін әкелді. Анасы бұл жағдайға араласпады, бірақ Анджелина өзінің сүйіктісін азғыруға тырысқанда, ол қызына қатты ренжіді. Джеймс те әпкесінің әрекетін айыптады, ал Анджелина өз отбасында шеттетілген адамға айналды. Ол өшіп кетті, ал 20 жасында ол де бардың бәрін сынап көрді. Есірткі қолданып, өзін-өзі өлтіруге жақын болды. Жою бағдарламасы кинодағы жұмысымен тоқтатылды. Оның ағасы кино мектебін бітіріп, режиссурамен айналысып, әпкесін эксперименталды жобаларына қатысуға шақырды. Сонымен бірге Джоли танымал музыканттардың бейнеклиптеріне түсіп, театрда ойнап, модель ретінде толық емес жұмыс істеген. Кино ролдері. Энджи экранға алғаш рет 7 жасында шықты. Ол ата-анасымен бірге шығудың жолын іздеу 1982 фильмінде ойнады. 10 жылдан кейін ол Cyborg 2. Glass Shadow 1993 ғылыми фантастикалық фильмінде биороботты ойнады.
Бұл рөл оған үлкен танымалдылық әкелмеді, бірақ оның кейінгі хакерлер фильміндегі жұмысы 1995 көрермендер мен киносыншылар тарапынан оң бағаланды. Фильм кассада болғанымен американдық жастар арасында культ классигі болды. Оның бойындағы үлкен серпіліс. Оның актерлік мансабы Джоли 25 жасында спидтен қайтыс болған 70-ші жылдардағы танымал модель Джия Карангиді ойнаған Джия 1998 өмірбаяндық драмасындағы басты рөлмен ерекшеленді. Анджелинаға өзінің экрандағы кейіпкеріне айналу қиын болған жоқ, өйткені ол фильмде іс жүзінде өзін ойнады. Ол тіпті өзінің ішкі жындарын қайтадан оята аламын ба деп қорқып, 4 рет түсіруден бас тартты. Нәтижесінде қыз керемет болды. Тапсырманы орындап, осы жұмысы үшін алтын глобус алды. Режиссерлар жас актрисаның әлеуеті зор екенін түсініп, оны маңызды жобаларға тартуға кірісті. Бір жылдан кейін қыз, үзілген 1999 өмірбаяндық драмасы жарық көрді. Онда Джоли өзіне өзі қол жұмсауға бейім агрессивті социопатиялық қыздың рөлін алды. Кейіпкерге толық ену үшін актриса 2 ай психиатриялық клиникада емделушілердің мінез құлқын бақылаған. Нәтижесінде ол рөлді шебер орындағаны сонша, ол тіпті фильмде алғашқы скрипка рөліне тағайындалған Винона Райдердің көлеңкесін түсірді. Бұл жұмыс үшін актриса тағы бір алтын глобусты алды және екінші пландағы үздік әйел рөлі номинациясында Оскар алды. Марапаттау рәсімінде ол ағасымен бірге шығып, оған көпшіліктің ыстық ықыласына бөленді. Бұл қоғамның қатты реакциясын тудырды. Олар бірден туысқандық жасады деп айыпталды. Бірнеше жылдан кейін Анджелина мен Джеймс бұл болжамдарды үзілді-кесілді жоққа шығарды. Girl Interrupted табысынан кейін Джоли Голливуд олимпінің шыңына нық тұрды. Оның қаламақысы көптеген нөлдермен қосындылармен есептелді, ал режиссерлер актрисаны өз фильмдеріне тарту үшін кезекке тұрды. Ең сәтті коммерциялық жобалардың бірі танымал компьютерлік ойын Lara Croft. Tomb Raider 2001 фильмінің бейімделуі болды. Джоли шеберлікпен өзін батыл Амазонға айналдырды, трюктердің көпшілігін өзі орындап, қаруды кәсіби түрде басқарды. 2002 жылы Джон Войт теледидарлық сұхбаттарының бірінде қызын психикалық тұрақсыз деп атады. Содан кейін актриса онымен барлық қарым-қатынасты үзіп, фамилиясынан бас тартты. 2003 жылы Lara Croft франшизасының жалғасы шықты, бірақ оның қаржылық табысына қарамастан жоба уақытша тоқтатылды. Джоли оны кез келген уақытта супер қаһарманға айналдырған және әлемдегі ең жоғары ақы төленетін актрисалардың біріне айналдырған рөлге оралуға дайын екенін бірнеше рет мәлімдеді. Алға қарайтын болсақ, партия тек 2018 жылы шықты және ондағы басты рөлді жас актриса Алисия Викандер ойнады. Продюсерлер Анджелинаны рөлге тым кәрі деп санады. Кейбір дереккөздердің хабарлауынша, Джоли ашуланып, Warner Brothers кеңсесіне өзі барып, жанжал тудырған. Түсірілім кезінде Викандер қоңырау шалып, біраз кеңес берді. Сонымен қатар оның Ларадан асып түсуге тырыспағанын айтты, бұл мүмкін емес. 2005 жылы Мистер мен Миссис Смит комедиялық экшн фильмінің әлемдік премьерасы өтті. Джолидің кинематографиялық мансабында ғана емес, оның жеке өмірінде де жарқын оқиға болды. Көрермендер Джоли Питт жұбынан шыққан махаббат толқындарын бірден сезінді. Бұл фильмнің кассалық табысына $500 миллион жуық, одан әрі ықпал етті. Бұл фильмнен кейін Changeling 2008, Salt 2010, The Tourist 2010 және басқа да көптеген сәтті туындылар пайда болды. 2007 жылы актрисаның анасы 90 жылдардың соңында диагноз қойылған аналық бездің қатерлі ісігінен қайтыс болды. Джолидің әжесі де сол аурудан қайтыс болды. Оның да қатерлі ісік тудыратын қатерлі гені бар екенін білген Анджелина 2013 жылы өз еркімен кеудесін және аналық безін алып тастау үшін ота жасатуға шешім қабылдады. Кеудесін қалпына келтіруден өткен ол көп ұзамай өзінің тартымдылығын жоғалтпастан мамандығына қайта оралды. Диснейдің ұйқыдағы ару фильмінің жаңа туындысы Малефисента 2014 оны жасаушыларына рекордтық $758 миллион табыс әкелді. Сыншылар мұндай бұрын-соңды болмаған коммерциялық табысқа негізінен Анджелинаның қатысуы арқасында қол жеткізілді деген қорытындыға келді. Оның орындауы жай тамаша деп танылды. Джоли басты кейіпкерді сомдайтын Малефисента, зұлымдық иесі, қиял ғажайып ертегісінің екінші бөлімі 2019 жылы басталды. Жалғасы соншалықты жанашыр және мейірімді болған жоқ. Бірінші эпизод, оның көпшілігі ұзақ соғысқа созылды.
2021 жылдың мамыры көптен күткен Менің өлгенімді қалайтындар триллерінің премьерасымен ерекшеленді. Онда актриса кездейсоқ кісі өлтірудің куәгері болып, орманға тығылуды шешкен жасөспірімді қорғауға асыққан әйелдің рөлін сомдады. Директордың жұмысы. 2007 жылы актриса өзін алғаш рет режиссер ретінде сынап көруді ұйғарып, көрерменге уақыттағы орын деректі фильмін ұсынды. Одан кейін «Қан мен бал елінде» 2011 көркем драмасы шықты, оның сценарийін Джоли өзі жазды. Фильм 1992 жылғы Балқан соғысындағы оқиғаларды сипаттайды. Сюжет әскери әрекеттердің салдарынан әртүрлі майдан шебінде аяқталуға мәжбүр болған серб пен босниялық ғашық әйелдің қарым-қатынасына негізделген. 2014 жылы Джолидің тағы бір соғыс драмасы Үнсіз жарыққа шықты. Кинематография, монтаж және дыбыс араластыру бойынша Оскар сыйлығына 3 номинацияны алды. Джек Оконнеллдің актерлік және каскадерлік жұмыстары да жоғары бағаланды. Келесі Кот d'Азур 2016 фильмінде Джоли некелерін сақтап қалуға тырысқан ерлі зайыптылар туралы фильмде Брэд Питтпен бірге ойнады. Кейбір жолдармен фильм пайғамбарлық болды. Бір жылдан кейін Анджелина мен Брэд ажырасқандарын ресми түрде жариялады. 2017 жылы алдымен олар Менің әкемді өлтірді атты келесі фильм көпшілік назарына ұсынылды. Бұл актриса үшін өте маңызды болды. Ол Джолимен жақын дос болған камбоджалық жазушы Лонг Унгтың шынайы оқиғасына негізделген. Фильм Алтын глобусқа ұсынылып, актрисаның ең үздік режиссерлік жұмысы атағын жеңіп алды. Әлеуметтік және гуманитарлық қызмет. Лара Крофтты түсіру кезінде Анджелина Камбоджаға алғаш рет барып, жергілікті халықтың өмір сүру жағдайына таң қалды. Осы сәттен бастап гуманитарлық миссиялар оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналды. Ол босқындар ісі бойынша көптеген құжаттарды зерттеп, арнайы комиссиялар құрамында әскери қақтығыстардан зардап шеккен елдерге бара бастады. Қақтығыстар. Актриса қайырымдылыққа қомақты қаражат беріп қана қоймай, босқындар лагерлері мен балалар үшін мектептерді ұйымдастыруға да атсалысты. 2001 жылдың тамызында актриса ресми түрде БО-ның ізгі ниетті елшісі болып жарияланды, ал 2005 жылы Давостағы дүниежүзілік экономикалық форумда баяндама жасауға шақырылды. Джоли бірнеше қайырымдылық қорларын құрды, оларға үнемі қомақты қаржы аударады. Ангелина жиі ықпалды саясаткерлермен, бизнесмендермен және экономистермен кездеседі. Адам құқықтары бойынша дәрістер оқиды және Лондон экономика мектебінде шақырылған профессор болып табылады. Анджелина Джолиның жеке өмірі. Анджелина жас кезінен бері ерлердің назарынан тыс қалған емес, сонымен қатар ол лесбияндық махаббатты жақсы біледі. Оның алғашқы ауыр қарым-қатынасы 14 жасында болды. Анасы оған жігітімен бірге тұруға рұқсат берді. Балалардың түнгі клубтардың бұрыштарында тығылғанша жұмсақ матраста жыныстық қатынасқа түскені дұрыс деп шешті. Актрисаның бірінші күйеуі актер Джонни Ли Миллер болды. Ол оны «Хакерлер» фильмінің түсірілімінде кездестірді. Олар экранда ғашық ерлі зайыптыларды сенімді түрде ойнады және олардың қарым-қатынастары шынайы өмірге қалай ауысқанын байқамады. Джонни Анджелинаға қараңғы уақытты жеңуге көмектесті. Сол жылдары актриса ауыр есірткіге тәуелді болды. Мен жас өлген жоқпын. Бұл үлкен бақыт. Көптеген суретшілермен төтеп беруім керек нәрсеге төтеп беруге тура келмеді. Анджелина Джоли. Олардың жалынды құмарлығына қарамастан, олар бір-біріне қарама-қайшы болды, және бір жылдан кейін заңды некеге тұра алды. Джоли 1999 жылы екінші күйеуі Билли Боб Тарнтонмен кездескен кезде Миллермен ресми түрде ажырасқан. Олар Mission Control фильмінің түсірілім алаңында кездесіп, бірден бір-біріне ессіз ғашық болды. Билли үйленбеген және актриса Пора Дернге үйленбекші болған, бірақ Анджелинаны көргенде басынан мүлде айырылған. Бұл жолы Джоли мен оның таңдаған адамы туысқан рухтар болып шықты. Екеуі де эксцентриктік әрекеттерге дайын болды. Өткені қараңғы болды және оғаш, жұмбақ кейіпкерлердің әсерін берді. 2000 жылдың мамыр айында олар Лас-Вегаста үйленіп, неке сақиналарының орнына өз қанымен толтырылған кулондарды алмастырды. Жас жұбайлар да бір-бірінің аты жөні жазылған татуировкаларды ықыласпен көрсетіп, көпшіліктің алдында өз сезімдерін жасырмады. Бұл қарым-қатынас Анджелинаға Камбоджаға алғаш барғанға дейін жақсы болды. Бұл сапар оның ойын толығымен өзгертті. Актриса гуманитарлық миссияларға қатысып, қайырымдылыққа ақша аудара бастады,
ал 2002 жылдың наурыз айында ол камбоджалық жетім Маддоксты 2001 жылы туған асырап алды. Осы оқиғадан кейін Джолидің өмірлік басымдықтары өзгерді және енді Торнтонның көзқарастарымен сәйкес келмеді. Ол балаға ешқандай жақындықты сезінбеді, оның гуманитарлық қызметі де оған жат еді. 2003 жылдың мамыр айында Анджелина Биллимен ажырасып, жаңа өмірге толықтай еніп кетті. 2004 жылы актриса бастады. Мистер мен миссис Смит фильмінде жұмыс істеп, түсірілім алаңында Брэд Питтпен кездесті. Алдыңғы екі жағдайдағыдай экрандағы серіктестер арасында шынайы қарым-қатынасқа айналған құмарлық романтикасы басталды. Әртістер ұзақ уақыт бойы сезімдерін жасыра алмады. Көп ұзамай олардың Аргентина жағажайларының бірінде түсірілген бірлескен суреттері таблоидтарға тарады. Осыдан көп ұзамай Брэд әйелі актриса Дженнифер Энистонмен ажырасып, Голливудтағы ең әдемі және үлгілі жұптың ажырасуына не себеп болғаны бүкіл әлемге белгілі болды. Қоғам екі лагерге бөлінді, кейбіреулер Джолиді қолдады, басқалары Энистонды аяп, Энджиді опасыз үй бұзушы деп атады. Осы уақытта біздің кейіпкеріміз жаңа таңдағанымен Эфиопияға барып, кішкентай Захараны 2005 жылы туған асырап алды. Айтпақшы, қыз жетім емес болып шықты. 2 жылдан кейін оның биологиялық анасы келіп, балаға талап қоя бастады. Жанжал жомарт ақшалай өтемақы арқылы шешілді. Одан 1 жыл бұрын Анджелина 3-ші рет ана атанды. Бұл жолы Брэдтің қызы Шилоны дүниеге әкелді. 2006. Қыздың алғашқы фотосуреттері журналистерге $10 миллион сатылып, барлық ақша қайырымдылыққа жұмсалды. 2007 жылы отбасын Вьетнамнан асырап алған Пак Стхиен 2003 жылы туған, сәби кеңейтті, ал 1 жылдан кейін Анджелина мен Брэд биологиялық болды. Егіздердің атанасы Нокс Леон 2008 жылы туған және Вивиен Маршелин 2008 жылы туған. Қызына осы оқиғадан 1,5 жыл бұрын аналық без обырынан қайтыс болған Анджелинаның анасының есімі берілді. Бұл жолы жаңа туған нәрестенің суреттері $14 миллион сатылды. Олардың бір бөлігі қайырымдылық қорларына, ал кейбіреулері Катрина дауылынан кейін жаңа Орлеанды қалпына келтіруге көмектесу үшін берілді. 2012 жылы Джоли мен Пит балаларының өтініші бойынша заңды некеге отырды, ал 4 жылдан кейін олардың ажырасуы туралы хабар естілді. Бұған Брэдтің балаларға қатыгездікпен қарауы себеп болған. Ол ұшақта Меддоксқа көпшілік алдында айғайлады. Анджелина ажырасуға арыз беріп, барлық балаларды жалғыз қамқорлыққа алуды сұрады. Литт әйелінің шешіміне қарсы шықты. Соттық тартыс 3 жылға созылды және 2019 жылдың сәуірінде сәтті аяқталды. Осы уақыт ішінде ерлі зайыптылар физикалық, психикалық және қаржылық жағынан шаршады. Джоли бірнеше рет психологпен кеңесіп, қайтадан салмақты айтарлықтай жоғалтты. Ал есейген балалар өздерінің күтпеген әрекеттерімен отқа май құя бастады. 2014 жылы Шило өзін Джон есімді ұл санайтынын, ал 2019 жылы Меддокс кіші балаларды қамқорлыққа алу үшін ата-анасын сотқа беруге ниетті екенін мәлімдеді. Осы оқиғалардың фонында Анджелина актерліктен уақытша кетуге шешім қабылдады. Және балалармен араласыңыз. Ол Лос-Феликстен сәнді үй сатып алды, балаларына өзі пайдалы тамақ әзірлейді және олармен бірге үй тапсырмаларын орындайды. 2021 жылы сот Питтің бірлескен қамқоршылыққа құқығы бар деп шешті. Жалғыз ерекшелік сол кезде ата-анасымен бірге уақыт өткізгісі келетін келмейтінін өзі шешуге жеткілікті жастағы Меддокс. 2021 жылдың басында Джоли бұрынғы күйеуіне қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық жасады деген айып тағып, дәлелдемелерді сотқа ұсынбақшы болды. Бұл жаңалық қақтығыстың шешілуіне және балалармен бейбіт қарым-қатынаста болуына үміттенген Брэд Питтті таң қалдырды. Журналистер де актрисаның аз ғана бұрын аукционда сатып жіберген картинасын актердің жарына сыйға тартқанын айтып, отқа май құйған. Уинстон Черчиллдің картинасы жаңа иелеріне $5 миллион тұрады. Сонымен бірге бұрынғы ерлі зайыптыларға ортақ қамқоршылық туралы шешім шығарған судья қызметінен босатылып, қаулы бұзылды. Брэд апелляциялық шағым түсірді және бұл жолы ешқандай прогресске әкелмеді. Анджелина қамқоршылықты жалғыз қалдырды. Мұрагерлермен кездесулерге келетін болсақ, Питтке арнайы адамдардың қатысуымен ғана сөйлесуге рұқсат етілді. Бұрынғы ерлі зайыптылар арасындағы жанжал тек нан пісіру мәселесіне ғана қатысты болды. 2022 жылы Брэд өз құқығын қорғау үшін сотқа жүгінді.
Белгілі болғандай, Джоли ортақ кәсіптегі шарап зауытындағы үлесін ресейлік кәсіпкерге сатты. Пит бұған дейін сатуға рұқсат берген, бірақ оның сатып алушы болатыны келісілген. Кейінірек Джоли олардың неке кезіндегі қарым-қатынасы туралы жаңа мәліметтерді ашты. Оның айтуынша 2016 жылы Пит жанұясымен бірге рейс кезінде ішімдікті көп ішіп, баласы тұрған әйелімен жанжалдасып қалған. Әкесі ашуланып, баланы ұрып-соғып, тұншықтыра бастады және оны қорғауға ұмтылған Анджелинаны арқасынан орындыққа лақтырып жіберген. Соның салдарынан оның арқасымен шынтағы жарақаттанған. Актер барлық айыптарды жоққа шығаруды жалғастыруда. Ажырасқаннан кейін Брэдпен ажырасқаннан кейін атақтының жеке өмірінің егжей-тегжейлері баспасөзде ұзақ уақыт жазылмады. Анджелина мен оның бұрынғы күйеуі Джонни Ли Миллердің қайта қосылуы мүмкін деген қауесет тарады. Жұлдыздың өзі олардың кездесулері туралы түсініктеме беріп, көпшілікке Миллермен өте сенімді қарым-қатынаста екенін айтты, бірақ басқа ештеңе жоқ. 2021 жылы атақты онымен кездесуде болды. Музыканты Weeknd. Кездесу мейрамханада өтті, бірақ шамасы іскерлік сипатта болды. Бұл шулы тақырыптардың пайда болуына кедергі болмады. Кейінірек инсайдер жаңа мәліметтерді хабарлады. Дереккөздің хабарлауынша Джолидің Голливудқа еш қатысы жоқ, жылжымайтын мүлік саласында жұмыс істейтін адам болған. Сирек сұхбаттарында актрисаның өзі туралы айтты. Романтикаға уақыттың жоқтығы, өйткені ол өз балаларына қамқорлық жасауға толығымен кірісті. 2023 жылдың наурызында таблоидтар жұлдыздың жаңа романтикасы туралы тағы да жазды, бұл жолы Дэвид Майер де Ротшильдпен. Анджелина Джоли. 2022 жылы Анджелина жаңа режиссерлік жобамен фильмге бейімделумен жұмыс істей бастады. Итальяндық жазушы Алессандро Барикконың қансыз шығармалары. Фильмдегі басты рөлдерді сомдауға Демиан Бичер мен Сальма Хайек шақырылды. Джоли оған бестселлерді бейімдеуді сеніп тапсырған жазушыға алғысын білдірді. Фильмде жұмыс істеу актрисаның бітімгершілік миссияларына қатысуына кедергі болмады. Ол Ресей Украинаға қарсы соғысын бастаған көктемде Львовқа барды. 2023 жылы Бақ Джоли өзінің киім-кешек, төсек орын және зергерлік бұйымдарын шығаратыны туралы хабарлады.